Сонымен бізде келесі тақырып, яғни арифметикалық прогрессиядан кейінгі бөлім бізде геометриялық прогрессия. Бұл да прогрессияның бір түріне жатады. Енді арифметикалық деген өзі айтып тұр, бір санға қосылу не болмаса азайту. Геометриялық деген сөзде болған дейін кездескен шығар. Яғни ол бір санға еселеп артып отырады. Мысалға, мынандай прогрессияның түрі болуы мүмкін. Айталық 3, 9, 27, 81, тағы дәл солай. Уже сіздерге прогрессия деген оң түсінікті болды деп ойлаймын. Енді жаңа бір сан қосылып отқан болса, бұда бір сан көбейтіліп отырады. Бәріне бір сан не істеп жатыр, көбейтіліп жатыр. Енді дәл осылай, оның да кез келген мүшесін таба алу керек формула бар, ол мынау. Тура біз жаңа AN деген формула бар, ол дәл соған ұқсайды. VN тең болады V1 көбейтіліп Q-дің n-1 дәрежесі. Яғни бұда да кез келген нәрсені табуға, мысалы V8-ші мүшені табу үшін V1 көбейту Q-дің 7 дәрежесі. 8 қойымыз, n-1. Бұда да Q-дің дәрежесімен V-ның индексіндегі санды қосқан кезде келесі жақ беттегі сан шығып отырады. Дәл солай кез келген мүшесін таба аласыз. Бұларға қатысты бір ерекшеліктер бар арифметикалық прогрессия қарағанда. Ол бұлай. VK көбейтілген VM екеуі екі түрлі мүше. Және тең болады осы екеуінің көбейтіндісі VP көбейту VQ. Осында егер екі мүшесінің көбейтінділері тең болса, мысалы V3 көбейтілген V4, жоқ олай алмайық. Мысалы V6 плюс V12 тең болады 9 көбейту 2. 12 тең, жоқ керісінше енді жалпы былай алайық. VK көбейту VM екеуі екі түрлі мүше, екеуінің көбейтіндісі VP көбейтілген VQ. Егер осы екеуінің көбейтіндісі тең болатын болса, бізде олардың индекстерінің қосындысы да тең болады екен. Мына оң жақтағылардың индексін қосамыз, мына сол жақтағылардың индексін қосамыз, бір-біріне міндетті түрде тең болады. Бұл осындай ереже. Енді бұған қатысты нәрселер көп қолданылмайды. Мен жалпы өзім кездестірмеппін. Сіздерге білу керек. Ең басты нәрсе мынау. n тең болады, V1 көбейтілген Q-дің n-1 дәрежесі. Енді дәл осылай сіздерде келеді. Мысалға, мынандай нәрсе келуі мүмкін. Мына бірінші мүше солай арифметик геометриялық прогрессияны V деп келеді. V1, мына V2 мүше, мына V3 мүше, мына V4 мүше. Мысалы сізге мынандай нәрсе беруі мүмкін. Есептеу нәтижесінде мынандай нәрсе беріп қояды. V1 мүшесі 3-ге тең, V4 мүшесі 81-ге тең дейді. Сізге айтуы мүмкін, мысалға Q-ды тап. Енді бізде жаңа D дегенді біз айырмасы деп айттық қой, бұл жердегі Q, яғни еселеніп артып отқан сан, ол еселік деп аталады. Мысалы сізге бірінші мүшесі 3-ге тең, төртінші мүшесі 8-ге тең еселікті тап деуі мүмкін. Не істейсіз? Бірінші V4-ті табатын формуланы қарап жазып аласыз. V4 тең болады неге бізге? V1 көбейтілген Q-дің 3 дәрежесі. Енді сізде формуланы жаздық мынаған қатысты. V4 бар, беріп қойған, V1 бар, онда беріп қойған Q-ды табу керек. Q-дің 3 дәрежесін табу үшін не істейсіз? Мына V1-ді мында бөлесіз. V4 бөлінген V1. Енді мына 3 дәреже болғаннан кейін бұны өшіріп тастап, мұның 3 дәрежелі түбір астына ала саласыз. Мысалға 81 бөлінген V1 нешеге тең? 3. Түбір астында 3 дәрежелі. Неше болады? 81 3-ке бөлсек 27, және ол 3 дәрежелі түбір астында. Ол не деген сөз? 27 қандай санның 3 дәрежесі дегенде, сіз айтасыз ол 3-тің. Яғни Q дегеніміз 3-ке тең. Дәл осы еселіктерін табуға болады. Еселігін беріп қойса, кез келген мүшесін табуға болады. Ол әрдайым формуланы былай қарай пайдалану міндетті емес. Мысалы сізге VN-ді беріп қояды, және Q-ды беріп қояды. Мынаны сұрау мүмкін, мынау сұрақ болуы мүмкін. Осыны тап деуі мүмкін. Не істейсіз? Мына тұрған нәрсе мында бөлу қойып жібересіз. Q-дің n-1 дәрежесі дегенді. Не болмаса осы жаңа біздің жағдайда кездесіз, VN бар, V1 бар, Q-ды табу керек. Q-ды жаңағыдай дәл осылай табасыз дәрежелермен. Не болмаса VN-ді табу керек. Бірінші мүшесін беріп қояды, 3-ке тең. Ол 3-ке артып отырады дейді, сізге айтуы мүмкін 27-ші мүшесін тап деуі мүмкін. Сол кезде бүйтіп көбейтіп отыру қиын болады, сразу формулаға саласыз. Енді келесі арифметикалық прогрессиядағыдай, бұнда да бірнеше мүшесінің қосындысын тап деуі мүмкін. Осы кезде қандай формула пайдаланасыз? Мысалы S 8 мүшесінің қосындысын тап не істейсіз? VN дейді. Мұнда V1 деген ғой. V1 көбейтілген. Бірінші мүшесі болу керек міндетті түрде. Сосын кейін Q-дің n дәрежесі. Мұнда 8-ді қойдық қой, Q-дің да дәрежесіне 8-ді қоямыз. Азайту 1 бөлімінде Q-1. Просто так Q-1. Енді дәл осыған керісінше формула мынау SN. Бұл да екеуі бірдей.
екеуінде ешқандай айырмашылық жоқ. Айырмашылық тек мына жерде бірден q-дің n дәрежесін азайтқан, мына жерде q-дің n дәрежесін бірді азайтқан. Q-дің n дәрежесі азайту 1 болды ма, астында q минус 1. Бір азайту q-дің n дәрежесі болды ма, мына жерде де так 1 минус q болады. Мына жерде так қателесіп жазып қойыппын. Дәл осылай бірнеше мүшесінің қосындысын тап десе, мына формуланы не қыласыз, пайдаланасыз. Яғни тағы да мен бір жазып қойайын. Sn тең болады. Так, v1 көбейтілген q-дің n дәрежесі минус 1 бөлінген q минус 1. Дәл осы нәрсені пайдаланасыз. Енді бір қарағанмен жаттай алмауыңыз мүмкін. Осында да дәптеріңізге жазып қойсаңыз, келесі есептеп жатқан кезде, мысалы осы формула керек болады. Геометриялық прогрессияның қосындысын тап деген есептер міндетті түрде келеді. Сол кезде қарастыра шығарасыз. Бұны бір-екі рет қарағаннан кейін уже сіздің басыңызда сақталады ол формула. Енді келесі бізде үйрену керек нәрсе геометриялық прогрессияда мынандай нәрсе бар. Геометриялық прогрессия мына жерде қара 3, 9, 27, 81 десіп баратыр, өсіп баратыр. Осы геометриялық прогрессия керісінше болуы мүмкін. Мысалы мынандай болуы мүмкін. 1, 2-ден 1, так 1 бөлінген 4, 1 бөлінген 8 дәл осылай кете беруі мүмкін. Мына геометриялық прогрессия. Қарайтын не істеп жатыр? 1 бөлінген 2-ге көбейтіліп жатыр. Так 1 бөлінген 2-ге көбейтіп жатыр. Мынау жақта 1 бөлінген 2 көбейтті. Мынау жақта осы жақта не істеп баратыр? Геометриялық прогрессия кеміп бара жатыр. Енді осындай кемел геометриялық прогрессия деген бар, оның тағы бір түрі бар, шексіз кемел геометриялық прогрессия. Оның да мынау сияқты формула пайдалана береді. Бірақ мынау енді шектеулі болуы мүмкін, мынау шексіз деп аталады. Шексіз кемел, яғни тек кеміп жатқан прогрессияның қосындысын тауып алуға болады. Ол оңай. Себебі мысалы 1 бөлінген 8 болса, ең соңғы мүшелер шамамен неше деп айтады? 1 бөлінген 1 миллион уже кете береді. Ол 1 бөлінген 1 миллион деген сөз ол 0,00001. Ол мұнаң миллионнан 1 бөлігіне тең деген сөз. Яғни шексіз кеміп баратқан сандардың бәрін қосып бір санды алуға болады. Ал өсіп баратқан сандардың бәрін қосып бір сан алу уже қиын. Мысалы 27, 81, так 100-ші мүшесі ол миллионға жетеді. Миллион қосу 81, 27, оның бәрін қосып, уже мынандай формула қорыту қиын. Тек қана шексіз кеміген геометриялық прогрессияның қосындысын табуға болады. Оның қосындысы өте оңай. Бізге бірінші мүшесі керек. Мына формула бойынша v1 керек. Одан кейін неше есеге кеміп жатыр. Мысалы, мына жерде 1 бөлінген 2 кеміп жатыр, соны тапсақ болды. Мысалы, мынау шексіз геометриялық прогрессия, осыны табайық. Бірінші мүшесі 1-ге тең, s тең болады. 1 бөлінген 1 минус, так, q деген ол 2-ден 1. Осыған саламыз, 2-ден 1. Неше болады? Бір азайту 2-ден 1, ол 2-ден 1-ді береді. 1 бөлінген 2-ден 1, ол 2-ні береді. Сонда мына шексіз геометриялық прогрессияның қосындысы 2-ні береді екен бізде. Яғни бірінші мүшесі 1, одан кейінгі бүкіл мүшесінің қосындысы тағы 1-ді береді. Соларды қосқан кезде бізде 2 шығады екен. Бұл шексіз геометриялық прогрессия кемел. Ол жерде Sn, S5 деген болмайды, тек S. S-тің өзі өйткені ол шексіз. Sn-ді былай табады екенбіз, ал кез келген мүшесін табатын формула ол мынаған тең. Осымен бүгін біздің жалпы прогрессияға арналған теориялық сабақтарымыз аяқталды.